Сәлем достар, сіздермен Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін тауық етіне арналған әмбебап маринадпен бөлісемін. Алдымен тауық аяқтарын жуып, кептіріп аламыз. Үстіне тұз, қара бұрыш, паприка саламыз, артынан чеснок, майонез және де аджика салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Аджиканың орнына томат пастасын пайдалансаңыздар да болады. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астынан описаниядан көре аласыздар. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, кемінде 3-4 сағатқа қалдырамыз. Тауық аяқтарын дәл осы күйде пісіріп алсаңыз болады, немесе қасына картошканы жуып тазалап, салып, екеуін бірге де пісірсеңіз болады. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен алдағы уақытта түрлі ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Тауық еті мен картошканы жақсылап араластырып болған соң противенге салып, кемінде қызып тұрған пеште 200 градуста 1 сағат шамасында пісіріп аламыз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, отбасыңызды қуантыңыз. Сіздермен болған Гүлім.